Дін мен ғылымның айырмашылығы неде? Дінде бәрі түсінікті. Ғылымда бәрі түсініксіз. Ат пен есектің айырмашылығы неде? Атпен соғысуға болады. Атпен сәнді киім киюге болады. Қызға баруға болады. 20 шақырымды бір күн жетуге болады. Ал есекпен қайда барасың? Соғыса алмайсың. Бірақ алысқа бара алмайсың. Маған ғылымда ат болғаннан есек болған артық секілді. Вот, міне қараңыз енді. Еңбегі адал ғой. Мінекей қараңыз, мінекей қараңыз енді. Бірақ адамға ең көп пайда тигізген қай жануар? Есек. Есек. Өйткені есек бүкіл қара жұмысын жасайды. Отынды тасиды, кірпішті тасиды, айтқаны да көнеді, ұрысына ұрыспане ешқандай қашып кетпейді. Ат болса теуіп қашып кетуі мүмкін, бірдеме қылуы мүмкін. Иса пайғамбар анау храмға немен кіреді? Атпен кіре ме, есекпен кіре ме? Есекпен кіреді. Өйткені Иса пайғамбар өзінің дінін есекпен жүріп насихаттаған. Өйткені есекпен жүрсең асықпайсың, ой келеді. Сенің айтқаныңа көнеді. Ғылымда осы сияқты нәрсе. Мысалы дүниеде парадокс көп қой. Мысалы адамға ең керек нәрсе не десеңіз дүниеде? Ол ауа. Мысалы Марста өмір жоқ, өйткені ауа жоқ онда. Жерде өмір бар, өйткені онда ауа бар. Бірақ ауаны мадақтаған бір пайғамбарны естідіңіз бе? Онда жоқ. Өйткені адам деген не? Оңайға жүгінеді. Неге жұрттың бар діндар қазір? Кешегі партияның қызметкерлері бүгін бәрі ақыл үйретеді. Осы бір жаққа бара қалсаң, ақыл үйретеді бәрі де. Өйткені оңай. Өйткені кім тексеріп отыр оның? Едіңіз ба? Ал енді қараңыз, ақындарды алып қарайық. Бір махаббат туралы жазады. Ол артықшылық, кемшілік емес. Неге? Өйткені ол оңай. Ол не қиыншылығы бар? Кез келген адам жазады. Бірақ бұл жерде екінші әңгіме шығады. Ақынның ақыны бар. Жай өлеңші бар. Ғалымның ғалым бар. Жай ғылыми атағы алған адам бар. Қазақстанда өкінішке орай ғылыми атағы барған адамдар көбейіп кетті. Ол шын ғалымы бір-екеу ақ. Мысалы мен математикте мен білетін шын ғалым бір 3-4 адам болар. Ал бірақ ғылыми атағы бар, білмеймін қанша екен. 100 ба, 200 ба, 1000 ба, білмеймін. Толып жатыр. Білдіңіз ба? Мінекей осында парадокс бар осы дүниеде. Ал бірақ бұған қарап, біз жаңа көңіл етіп, ондай қада болмайды. Ғылымның керек екенін жұрт ұғады, халықтың өзі былайша алпағанды ұғады. Ал бірақ оның арасында біздің басшыларымыз ұға ма? Ол жағын білмеймін.